Алматыда төтенше жағдай орнынан 4 адамның денесі табылды. Лай көшкіні болған оқиға орнында үйінділерді бөлшектеу және балшық массасынан тазарту жұмыстар жалғасуда. Жұмыстар өткір заттар, әйнек, арматура және тағы да басқа заттар араласқан саз балшық массасының үлкен көлемімен. Сондай-ақ үйге кіру жолының тар болуымен техниканы барынша пайдалану мүмкін еместігімен қиындай түскен. Құтқарушылар жұмысты негізінен қолмен жүргізуде. Оқиға орнынан құтқарушылар 1984 жылы туған ер адамның, 1980 жылы туған әйелдің және 2007 жылы туған 2 жас жігіттің денелерін тауып алып шықты. Төтенше жағдай министрлігі психологтары туыстары мен көршілеріне шұғыл психологиялық көмек көрсетуде. Айта кетейік, 8 ақпанда түнгі сағат 2:20-да Медеу ауданы Олимпийская көшесінің бойында техногендік топырақтың лайлануынан лай көшкіні жүргені хабарланды. Төтенше жағдай салдарынан үйлерге зақым келді. Көлемі 3200 текше метр болатын жылжыма түскен. 2 жеке тұрғын үйге, оның ішінде біреуіне ішінара зақым келіпті.